Бүгін венский вафли дайындаймыз. Алдымен 3 жұмыртқамызды салып, қантымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырған қоспамызға сұйық май, маргарин салып, барлығын бір қалыпты құрамды болғанша араластырамыз. Алдын ала илегіштен өткізген ұн мен қопсытқышты қосып, бір құрамды болғанша араластырамыз. Алдын ала вафлинцамызды қыздырып алып, қоспамызды құйып шығамыз. Барлық жағына тегістеп құямыз. Тегістеп құйып, қаппағын жауып, 7-8 минуттай пісіріп аламыз. Пышақтың көмегімен аламыз. Вафлиміз өте дәмді болып шығады, жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Әлі де көптеген рецепттер болады.